Барлықтарыңызға сәлем. Ауызға салса еритін, қуырылған пельмен дайындайтын боламыз. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға жұмыртқамызды салып араластырамыз. Одан кейін сұйық майымызды, разрых литр, сахар, тұзымызды салып тағы да араластырамыз. Ең соңында қайнаған ыстық суымызды құйып, қасықтың көмегімен араластыратын боламыз. Осылай бір-біріне жабыса бастағаннан кейін ары қарай қолмен қамыр дайындайтын боламыз. Дайын қамырымызды 15 минутқа демалдырып қойып қоямыз. Осындай қамыр дайын болады. Енді ішіндегі начинкасын дайындайтын боламыз. Пиязымызды осылай көбіктеп турап, қызып тұрған майға қуырып аламыз. Қуырып алынған пиязымызды қайнатылған картоплымызға салып, тұзымызды салып, мыжғылаймыз. Сүт пен маргарин қоссаңыз дәмдірек болады, оны да қосып араластырамыз. Енді қамырын жайып бастаймыз. Мен осы күнге дейін істеген жарни пельмендерінің ішіндегі ең әдемі рецепт осы. Осы рецепт өзімнің көңілімнен шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Мен осылай жайып алып, оқтаудың көмегімен осылай кесіп алдым. Дайындаған начинкамызды ішіне салып, осылай пельмендерді түйеміз. Түйіп болғаннан кейін қызып тұрған майымызға салып қуырып аламыз. Осылай қызартып қуырып аламыз. Міне осындай пельмендер дайын болады. Жасап көріңіздер, әдемі пельмендер шығады. Ас болсын.